Армысыз құрметті көрермен, эфирде Букетов подкаст жобасының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта студенттер өмірінің жүрегі саналатын студенттер үйінің директоры, сондай-ақ өз ісінің хас шебері Жұман Бектас Бақтұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің студиямызға келіп, сұхбат бергеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім жақсы. Сіздерге де көптен көп рахмет. Бүгін осындай керемет жобаға қонақ қылып шақырып отырғандарыңызға. Бүгінгі сұхбатымызда сіздің тек студенттер үйіндегі қызметіңіз жайлы ғана емес, өзіңіздің студенттік шақтағы бір тәжірибеңіз, сондай-ақ қазіргі қызмет арасындағы байланыс туралы әңгіме өрбітеміз. Ендеше сұхбатымызды бастайық. Біздің оқырмандарға өзіңіз жайлы таныстырып өтсеңіз. Мен осы Қарағанды Бөкетов университетінің түлегі боламын. Өзім туған жерім қасиетті Құтқонған кезінде Қаздауысты Қазбек бидің, Өрмәдидің, Дауылпаз ақын Қасымның, күйдің шебері Тәттімбеттің туған жері қасиетті Қарқаралы топырағынанмын. Осы Бөкетов университетінде оқып, тәжірибе жинадым. Студенттік шағым осы Қара Шаңырақта өтті. Сол студенттік шақтан бері осы студенттермен жұмыспен айналыстық. Сол оқып жүрген кезімізде үлкен тәжірибе жинап, қазіргі уақытта оқуымызды тамамдағаннан кейін осы қасиетті Қара Шаңырағымызда білімнің ордасы Бөкетов университетінде қалдық жұмыс істеп. Әңгімеміздің әлқиссасын сіздің өз уақытыңыздағы студенттік шаққа бұрсақ, естуімізше сіз студенттік кезіңізде белсенді жастардың қатарында болған екенсіз. Сол кезде сізді не нәрсе шабыттандырды? Әрине, студенттік шақ деген адам өміріндегі ең қайталанбас кездердің бірі. Осы кезде мен өзімнің бір бөліспеген бір құпиямен бөлісейін. Студенттік шаққа, яғни осы Бөкетов университетіне келуімде бір қызық болған, себебі мен ұлттық бірыңғай тесттен балым төмен болды, жинаған балым. Сол себепті қайда барарымды білмедім, негізі оқымай әскер қатарына қабылдансам ба деген ойым болатын. Содан үйдегілердің айтуы бойынша сол кісілердің қанаттандыруымен осы Бөкетов университетіне келдік. Қабылдау комиссиясының тыңғылықты жұмысының нәтижесінде деп айтайын. Осы дінтану мамандығын ұсынып, сізге келу мүмкін, сіздің жинаған балаңызбен түсуіңізге үлкен мүмкіндік бар дегеннен кейін сол мамандықты таңдаған болатын. Әйтпесе ол мамандықтың бар екенін білген жоқпын мен. Содан оқуға түспес бұрын оқуға тапсырғаннан кейін 8-ші оқу ғимаратының қасынан өтіп бара жатып, осы корпуста оқысам ғой дейтін білмеймін бала қиялым болатын. Себебі оған дейін мектеп қабырғасында онда да белсенді болдық, шығармашылықпен, спортпен айналыстық. Сол кезде бір байқауға келіп, ол жерде кімдердің оқитын, яғни ақын жанды, шығармашылыққа жақын жастардың оқитын білгеннен кейін өзім сол жерге қатты қызықтым. Себебі мен мектеп қабырғасында қазақ тілі, қазақ әдебиетін жақсы оқыдым, сол салаға қызыққан болатынмын. Ол мамандық иелері де сол оқу ғимаратында оқиды екен. Сол себепті сол мамандық емес, сол оқу ғимаратын таңдадым десем болады. Сосын Алланың қалауымен осы қасиетті Қара Шаңырақтың студенті атандық. Студент шағымызда да белсенді болдық. Студенттік парламентте де жұмыс жасадық. Жастар жөніндегі комитетпен де тығыз байланыста болдық. Сол кездегі философия және психология факультетінің тәрбие жөніндегі декан орынбасары Айсұлу Жақсылыққызы болды. Ол кісінің ұсынысымен Жігіттің сұлтаны байқауына да қатыстық. Әртүрлі ірілі-ұсақты байқауларға да қатыстық. Студенттік шағымда Қарағанды облысының көркем сөз оқу шеберлері сынға түскен абай оқулары дейтін облыстық байқаудың жеңімпазы атандым. Сол жолдамамен Қызылжар, яғни Петропавл қаласында өткен республикалық абай оқуларында жүлделі орынмен оралдым.
одан да бөлек біраз естеліктерге толы қызықты студенттік шағымызды басымыздан өткердік. Қарағанды делегациясының құрамына еніп, осы халықаралық волонтерлар форумында да болдық. Яғни мен студенттік шағымда волонтерда болдым, спортшыда болдым, жан-жақты өзімді дамыттым деп ойлаймын. Сол белсенділіктің арқасында қазіргі уақытта осы лауазымға келдім. Өте керемет. Ал осындай бір шабыттың қайнар көзін іздеп жүрген студенттерге қандай кеңес бересіз? Студенттерге кеңесім барынша белсенді болу керек. Белсенді болу үшін адам ең бірінші өз-өзін қамшылау керек деп ойлаймын. Өзінің қалаған ісімен айналысып, өзіне ұнайтын іспен айналысатын болса, кез келген студент өмірден өзіне керегін алады. Керек емес деген дүние болмайды өмірде. Кез келген дүние сенің өміріңе өзінің пайдасын тигізуі мүмкін. Әр нәрседен өзіне керегін ала алатын болса, адам белгілі бір дәрежеге, белгілі бір жетістікке жетеді деп ойлаймын. Қазіргі көп студенттер мынандай бір жаман әдет бар. Осы қалаға не үшін келгендерін білмейтін студенттер бар. Көп уақытын ұйқымен өткізетін студенттер бар. Өзінің негізгі мақсаты, яғни оқу екенін ұмытып кететін жастар бар. Олардың барлығына осы қызық пен шыжыққа толы студенттік шағында, студенттер үйіндегі суық қабырғалардағы ыстық естеліктерге толы кезеңде өзінің бар белсенділігін таныту керек деп ойлаймын. Себебі қазіргі уақытта жастық шақта абай айтқан ыстық қайратты барынша пайдалана білуіміз керек. Сонда ғана ертең үлкен жетістіктерге жетеміз. Өте керемет, Бектас мырза. Ал енді қазіргі студенттерге сондай бір шабыттың көзін қайдан алуға кеңес бересіз? Жалпы шабыттың көзі кез келген адам өзіне қызығатын іспен айналысса, өзіне ұнайтын іспен айналысатын болса, кез келген істен ләззат алады деп ойлаймын. Сол арқылы шабыттанады. Өзінің, мысалы, қандай сізге не ұнайды? Мысалы, сіз журналистсіз, сізге осындай бағдарламаларды жүргізген ұнайды. Дәл сол сияқты биологтар өзіне ұнайтын іспен айналыса отырып, өзінің кішігірім пайдасын тигізсе, сонымен шабыттанады. Біздің кезімізде қазіргіндей университеттен қатты үлкен қолдау болмаса да, қазір мысалы өздеріңізді байқайсыздар, біздің университетте ең бірінші кезекте студенттер, яғни жастарды шабыттандыру, жастарды тарту, оларды жақсы баулу, оның барлығы студенттерге жасалып жатқан қамқорлық. Оның өзі студенттерді шабыттандыру керек. Мысалы, бізде әртүрлі конкурстар өтеді. Оның барлығында университет басшылығы студенттерді жақсы қолдайды. Ректорымыздың да ұраны бар, мәртебелі студенттер деп. Ол кезіндегі біздің білікті басшылардың бірі Жамбыл Сәулебекұлы. Сол кісінің ұраны екен. Оның барлығы студенттерді шабыттандыра білу керек деп ойлаймын. Иә, дұрыс айтасыз, әр адам өзінің сүйікті ісімен айналысу керек. Енді осы тұста сіздің қызмет жолыңызға тоқталсақ, студенттер үйінің басшысы ретінде, яғни осы салаға қалай келдіңіз? Қандай жолдардан, кезеңдерден өттіңіз? Жалпы әңгімеміздің басында айтып өткен болатынмын. Мен студент кезімде белсенді болдым, белсенді жастардың қатарында болдым. Солай жүрген кезінде студенттер сарайына бос вакансия болды. Мен студент кезімде қатты бұл салаға жақын болмаған кезімде кез келген іс-шараларда видео құттықтаулар жасап жүрдім. Сценарийларын жазуға көмектесіп жүретінмін. Сосын бір күні бір вакансия босағаннан кейін, бос орын болғаннан кейін студенттер сарайына келдім. Сол жерде Шабыт ақындар клубының жетекші деген лауазым бос болды. Сол лауазымға келіп, өзімнің белсенділігімді әрі қарай қызметті жалғастырдым.
Одан арада сәл уақыт өткеннен кейін студенттер үйі деген құрылымдық бөлімше ашылды. Ол жерде де мамандар жоқ болды, себебі енді ғана тәй-тәй басып келе жатқан құрылымдық бөлімше болатын. Сол кезде ғана ашылып, жұмысы енді бастап келе жатқаннан кейін сол жаққа ауыстырды мені басшылық. Ол кезде қаңтардың ортасы болатын. Студенттердің карантиннен шығып ең алғаш университетімізге келіп жатқан ол студенттердің барлығы бітіріп кетті, қазір 4-ші курсты бітіріп. Сол кезде өзімнің қызметімді жалғастырдым. Ең бірінші студенттер сарайының маманы болдым, одан кейін студенттер үйінің маманы болдым. Одан кейін сәл уақыт өткеннен студенттер үйінің бас маманы болдым. Солай уақыт өтіп, 1 жылға жуық уақыт өткеннен кейін студенттер үйінің директор қызметіне тағайындалдым. Жаңада айтып өттіңіз, ақындар клубы деп, қателеспесем. Сіздің енді ақындық қабілетіңіз жайлы біз біраз естідік, тіпті Facebook желісінде де парақшаңыздан оқып отырамыз. Соған қарағанда ақындық сіздің өміріңізде бір ерекше орын алатыны сөзсіз анық. Енді осы сіздің бойыңыздағы ақындық қабілетіңіз қазіргі қызметіңізде қандай да бір рөл атқара ма? Яғни арада байланыс бар ма? Бәлкім бар шығар, оны жоққа шығара алмаймын, себебі студент шақта тағы да бір бізде жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма болды, облыстық. Қазір де бар ғой, жұмысын жасап жатыр. Сол жерде бізде ұлағат дейтін шығармашыл жастар клубы болатын. Мен ең бірінші Қарағандыға келген кезде сол клубты басқардым. Сол клубпен біраз қоғамға танылдым, облысымызға танылдым. Біраз ел ағаларымен сол клуб арқылы, сол бастамашыл шығармашыл жастар ұйымының арқасында танысып, тәжірибе жинадым. Университетке де сол клуб арқылы, кішкентай ғана ұйым арқылы танылдым. Қазіргі уақытта енді қызметте болғаннан кейін ақындығымыз сәл ақсаңдап қалды. Себебі біздің жұмысымыз өте жауапкершілікке толы жұмыс. Әр уақытта студенттермен байланыста боламыз. Сол себепті кішкене ақсаңдап қалғаны бар. Ал былай бір ақындық деген адамның жанынан туған дүние ғой. Қызметке аса бір қатты салмақ салып жатқан жоқ деп ойлаймын өз басым. Өте керемет. Осы тұста сізге қоятын тағы бір сауалым. Студенттермен жұмыс барысында қандай да бір ең маңызды өзіңіздің принциптеріңіз бар ма? Қандай бір маңызды критерийлер деген сынды? Жалпы студенттер үйі деген ең жауапкершілікке толы жұмыстардың бірі. Себебі ол жерде оқу жылының басынан соңына дейін студенттер тұрады. Әр өңірден, әр қаладан, әр түрлі менталитетпен, әр түрлі тәрбие көріп келген балалар бар. Сол себепті де әр түрлі пікірлермен мінез құлықтың болатыны сөзсіз. Енді әр баламен жұмыс істегеннен кейін әр баланың тілін де таба білуіміз керек. Сол себепті де мен өзімнің жұмыс кезеңімде басшы емес, барынша аға болуға тырысам. Себебі әрбір ата-ананың бізге аманаттап кеткен балалары бар. Әрқайсысымен жұмыс жасауымыз керек, әрқайсысының жанын түсіне білуіміз керек, ойын түсіне білуіміз керек. Себебі аманаттағаннан кейін аманатқа қиянат жасай алмайсың. Сол себепті де негізгі принциптарымыз басшылықтан гөрі ағалық қамқорлық таныту, барынша биік емес аласа болу, яғни қарапайым болу. Сондай-ақ барынша сырлас дос бола білу. Ал студенттер үйінде осы студенттердің пікірлері, ұсыныстары қалай ескеріледі? Бәлкім бір арнайы сондай ұсыныс тілектерге арналған кітапша бар шығар, болмаса студенттер өзінің мәселелерімен тікелей сізге жолыға ала ма? Бізде әрбір студенттер үйінде студенттік өзін-өзі басқару органы бар, студенттік басқарма. Қазіргі уақытта студенттік басқарма өз жұмысын өте жақсы жасап жатыр. Әртүрлі іс-шаралар өтеді. Одан бөлек студенттер үйінің мамандары бар.
студенттер үйінің жеке Instagram парақшасы бар, әлеуметтік желісі. Одан бөлек WhatsApp желісінде әр студенттер үйінің өзінің топтары бар. Кез келген студентке 24/7 ашықпыз. Менде 2 WhatsApp желісі бар. Сол кез келгеніне жазады студенттер, күн демейді, түн демейді. Әрбір студенттің пікірі біз үшін маңызды. Сол себепті барынша ашық боламыз. Одан бөлек студенттер үйінің өзінің әлеуметтік сауалнамасы бар. Осы міне жоспар бойынша қараша айында жүзеге асады. Бірінен бастап біз студенттер арасында әлеуметтік сауалнама жүргізіп жатырмыз. Оның барлығы біздің студенттердің не қалайтыны және де қандай ой ұсыныстар бар екенін ескеретін боламыз сол арқылы. Одан бөлек жаңағындай Instagram парақшасына жазса болады, бізге жазса болады. Сондай-ақ біз үнемі жастар орталығында боламыз. Кез келген ұсыныс тілектермен келетін студентті ешқашан бетін қайтарған емеспіз. Жалпы студенттерге ашықпыз. Студенттік шақ, ол жастық шақтың ең ерке кезі, соның ішінде жатақхана өмірі ол өз алдына бөлек бір төбе, нағыз өмір мектебі десе де болады. Меніңше, білмеймін енді, бәлкім жатақханадағы студенттер күнделікті өмірде де болып жатқан сәттерін бірге бөліскеннен кейін бе, олар бір-біріне етене жақын болып көрінетін сияқты. Дегенмен де сондай бір достық атмосферасын, ерекше бір жылу, тату ортаны сіздер қалай қалыптастырасыздар? Әлде де өздеріңіздің бір құпия методика әдістеріңіз бар ма? Онда ешқандай да бір жасыратын құпиямыз жоқ. Жалпы студенттер үйіне орналасатын кезде ата-аналарымен келеді, әрбір өңірден. Сонда менің ең бір түсінбейтін, бірақ енді ата-аналардың алаңдайтыны да бар ғой. Алыс қалаға, шалғайға келгеннен кейін, танымайтын жерге келгеннен кейін ойлайды, алаңдайды баласын, қасында жатқан баласын ойлайды. Сол кезде мен ата-аналарға үнемі айтам, ата-аналар бізге мынандай ұсыныстар жасайтын. Мына 2 бала бір ауылдан келіп еді, класстас еді, бір өңірден келіп еді, екеуі де Шымкенттен, или екеуі де Батыстан деген сияқты әртүрлі ұсыныспен келеді. Сол кезде мен ата-аналарға үнемі айтам, құрметті ата-аналар, балаларыңызды олай шектемеңіздер. Балаларыңыз ертең әртүрлі менталитетпен араласады. Бір шаңырақ астында тұрғаннан кейін, бәрі бір қазақтың баласы болғаннан кейін бір-бірімен араласады. Олардың араласатын ортасы кеңейеді. Сол арқылы достар табады деп. Солай ата-аналар шығарып салатынбыз. Сондай-ақ бізде жаңада айтып кеттім, бізде студенттер үйінде студенттік басқарма менторлары бар. Олар да әрбір студентпен тығыз жұмыс жасайды. Біз мысалы кей кезде жұмыс уақыты аяқталғаннан кейін үйде боламыз, түзде боламыз деген сияқты. Ал олар үнемі студенттердің қасында болады. Олар да өздерінің тараптарынан әртүрлі көмек көрсетеді. Одан бөлек өздеріңіз де білесіздер, студенттер үйінде студенттік кеңес белсенділері дейтін СК ұйымы бар. Ол да бізде студенттердің тығыз қарым-қатынас жасауында өздерінің ерекше орын алады. Себебі ол ортада үнемі жұмыс жасауда, тоқтаусыз жұмыс жасауда, үнемі байланыста студенттермен әртүрлі қызықты іс-шаралар ұйымдастырады. Оның барлығы студенттерді жақындастырады. Енді біз студенттермен өзімізді жақын болғаннан кейін студенттерді барынша бір-біріне жақын болуға тырысады. Бір шаңырақ астында тұрғаннан кейін, бір нанды бөлісіп жегеннен кейін, ыстығы мен суығын қатар көргеннен кейін өмірдің өзі оларды жақындастырады деп ойлаймын. Расымен де жатақханада меніңше зерігу деген әсте болмайтын сияқты. Өзіңіз де айтып өттіңіз, және біз білетін студенттік кеңес белсенділері нағыз сондай бір ұлан асыр бір думанды отырыстардың, ойын-сауықтың, бір көңілді кештердің мекені сияқты. Осы тұста сонымен қатар болашақта студенттер үйінде тағы да қандай да бір жаңа жобалар күтілуде ма? Мәселен, айта кететін жайт, қандастарымызға арналған армандастар ұйымы да бар. Биыл ашылғанына 2-ші жыл болды ғой деймін, қателеспесек. Сол жайлы да ашып айтып өтсеңіз. Жалпы біздің студенттер үйінде әртүрлі үлкен жобаларымыз бар. Оның ішінде тілге тиек ете кететін түнгі студия жобасы бар. Түнгі студия жобасы біздің университетке еңбегі сіңген, біздің университетте өзінің орны бар. Бұлай айтқанда тұлға болып қалыптасқан адамдарды студенттерге
үлгі ретінде шақырамыз. Ол жерде біраз қонақтарымыз болды. Ол да біздің студенттермен жаңағындай басшылық лауазымдағы немесе профессорлық оқытушылық құрамының адамдарын барлығын шақырып жақындастыру, студенттер мен оқытушылар арасында немесе басшылық арасында үлкен байланыс орнату, көпір орнату. Ол да өзінің жемісін беріп жатыр. Одан бөлек Student House Life дейтін интеллектуалдық спорттық жобасы бар. Махаббатл дейтін бар, түнгі Қарағанды жобасы, тарихқа тағзым, Карлаққа апаратын, мұражайларға апаратын жобаларымыз бар. Одан бөлек біз театрмен де үнемі байланыстамыз, театр басшылығымен. Жоқ дегенде аптасына 100-ге тарта бала тегін театрға барады. Оның бәрі біздің студенттер үйінің үздіксіз жасап жатқан жұмысының нәтижесі, біріздендірілген жобасының аясында жүзеге асып жатыр. Одан кейін өзіңіз айтқандай армандастар ұйымы бар. Ол біздің шетелден атажұртқа арман қуып келген жастардың басын қосқан арманы бір жастардың ұйымы. Себебі бізде қандастар үнемі тыс қалып қояды кейбір жағдайда. Себебі олар жергілікті балалармен сіңісіп кете алмайды. Сол себепті кейде өздерін қоғамнан алшақ сезініп қалатын кездер тұстары болады. Осы армандастар ұйымы арқылы қазіргі уақытта біраз жетістікке жетіп жатырмыз. Себебі үнемі кездесулер ұйымдастырамыз, қоғам белсенділерімен, белгілі бір дәрежеге жеткен адамдармен. Одан кейін жаңа айтып кеттім, түнгі Қарағанды жобасы. Ол бізге осы шетелден келген жастардың басын қосып, осы Қарағанды қаласының көрікті жерлерін көрсету. Сол арқылы да студенттер ашылады. Жаңағы армандастардың құрамында бар балалар студенттік кеңес белсенділерінің құрамында да бар. Сол арқылы студенттерді жіті бақылауда ұстаймыз, және де ашылмаған қырларын ашамыз. Жалпы үнемі қозғалыста болған, үнемі белсенді болған студенттердің ішінде бір қалай айтсам екен, шешілмеген жұмбақ болмайды деп ойлаймын. Себебі қоғаммен айналысады, қоғамдық істермен айналысады. Сол арқылы біз студенттердің арасындағы біраз мәселелерді шешеміз. Жалпы тағы да үлкен жобаларымыз бар. Мысалы, Шаңырақ дейтін домбырашылар ансамблі бар. Ол да өзінің жұмысын жасап жатыр. Одан бөлек биылғы жылы студенттердің ұсынысымен Қазына дейтін кітап талқы ұйымы бар. Себебі кітап дейтін бұл біздің үлкен қазынамыз. Сол себепті де Қазына деп атауын қойдық. Алла қаласа, ол да өзінің жұмысын бастайтын болады. Өте керемет, істеріңізге береке берсін. Енді Бектас мырза сәл қиялға ерік беріп, өзіңізді қайтадан студент ретінде елестетіп көріңізші. Егер сіз қазіргі таңда студент болсаңыз, заманауи оқу тәсілдері мен технологияларын пайдалана отырып, қандай іске қызығушылық танытар едіңіз? Болмаса, қандай да бір дағдыларды игеру барысында қайсына басымдық беретін едіңіз? Заманауи оқу үлгілерін басшылыққа ала отырып, озық технологияларды пайдалана отырып. Мен негізі бір кемшілігім тұрса, ұялы телефонды қатты кереметті меңгермеген адаммын. Бәлкім осы мобилография саласын меңгеретін едім. Себебі қазіргі уақытта ең бір керемет сұранысқа ие мамандықтардың бірі арнайы бір оқыту бағдарламасы болмаса да, қазіргі уақытта енді еніп келеді ғой. Бірақ десе де сол мамандықта, сол бір істі меңгеретін едім деп ойлаймын. Ал қазіргі студенттер мен бұрынғы буындардың арасында айырмашылық бар ма? Қазіргі буынның бір артықшылықтары деп ойлаймын өз басым. Қазіргі буын ойындағы дүниесін ешқашан жасырмайды. Бізде мысалы ұят болады деген менталитетіміз бар. Бірақ қазіргі уақытта студенттердің арасында ашықтық бар. Ойлаған ойын қысылмай, ұялмай,
айта алады, жеткізе алады. Сол бар. Тағы да бір айтатын нәрсе, қазіргі келіп жатқан буынның 100% шығар, барлығы ұялы телефонмен өскен балалар. Біз мысалы ауылда өсіп, телефонның не екенін көрмей, балалық шағымыздың барлығы далада өткен болса, қазіргі уақыттағы балалардың көбісі ұялы телефонмен өскен балалар. Сәл жұмыс жасаған кезде сол жағынан қиындықтар тудырып жатады. Себебі ол кісілердің көбісі проблеманы, мәселені келіп айтпайды, ашық түрде келіп өздерінің ұсыныстарын білдірмейді. Бірден әлеуметтік желіге салып, сол арқылы жеткізеді проблемаларын. Ал оның жақсы да жағы бар, жаман да жағы бар. Сондай кішкене бір әттеген-ай дейтін тұстары бар. Бектас мырза, сондай-ақ біздің бұл подкастымызда тек университет оқытушылары мен қызметкерлері ғана емес, болашақ талапкерлер, мектеп бітіруші түлектер де көреді. Осы жайында бір ақпарат болсын, жалпы студенттер үйі жайында толыққанды мағлұмат беріп өтсеңіз. Жалпы біздің университетіміз ең үлкен университеттердің бірі, алдыңғы қатардағы университеттердің бірі. Біздің студенттер үйімізде 7 студенттер үйі бар жалпы. 2676 орынмен жабдықталған. Қазіргі уақытта 8-ші студенттер үйі бой көтеруде, құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Ол да 500 адамдық студенттер үйі үлкен. Сондықтан біздің студенттерді қабылдау, студенттерді баспанамен қамтамасыз ету алдыңғы қатарда. Бізде орын тапшылығы басқа университеттердегідей орын тапшылығы болмайды. Жылда біз, мысалы басқа университеттерде бірінші, екінші курстарды қабылдайды, немесе тек бірінші курстарды қабылдау мүмкін. Ал біздің университетімізде 4 курсты да толық қамтамасыз етеміз. Мысалы, мамыр айының 15-і мен 5-ші маусымға дейін жылдағы дәстүрмен бекітілген ережеге сәйкес жоғары курстардың өтініштері қабылданады. Мысалы, 2-ші курстан 4-ші курсқа дейін толық сол уақыт аралығында қабылданады. Одан кейін гранттың нәтижесі шыққаннан кейін 5-ші тамыз аралығынан 25-ші тамызға дейін талапкерлердің өтініштері қабылданады. Яғни бірінші курсқа түсуші талапкерлердің. Одан бөлек бізде студенттер үйінде ата-анасының қамқорлығынан айырылған, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі студенттер тегін тұра алады. Сондай ерекшеліктеріміз бар. Қандастар дайындық бөліміне түсуші студенттерді бізде студенттер үйінде тұра алады. Жалпы студенттер үйіне өтініш берген кез келген студенттің өтінішін қараймыз. Осы өтініштерді қарайтын бізде тұрғын үй комиссиясы дейтін арнайы комиссиямыз бар. Ол комиссияның құрамында әр факультеттің тәрбие жөніндегі орынбасарлары бар, заңгеріміз бар, сосын әлеуметтік мәдени даму жөніндегі проректор бар. Сол кісінің төрағалығымен осы студенттерге орын беру, студенттерді орынмен қамтамасыз ету жұмыстары жүргізіледі. Жалпы студенттер үйіне өтініш берген барлық студенттердің өтінішін толық қамтамасыз етеміз. Бекітілген ереже бар, сол ережеге сәйкес арнайы санаттарға бөлеміз. Сол санаттар арқылы сосын студенттерге орын беретін боламыз. Бұл процесстердің барлығы бізде онлайн түрде жүзеге асады. Мысалы, жоғары курстардың барлығының өтініштері қызметкерлер мен білім алушыларға қызмет көрсету орталығының порталы арқылы жүзеге асатын болса, талапкерлерге талапкер Букетов edu.kz сайты арқылы жүзеге асатын болады. Жалпы бұл процесстердің барлығы ашық түрде өтеді бізде. Бектас Бақытұлы, сүбелі әңгімеңізге көп рахмет. Сұхбатымыз әсерлі әрі мазмұнды болды. Әңгімеміздің соңында қонаққа де сұрасақ, өзіңіздің шығармашылығыңыздан бір өлең оқып берсеңіз, бұл бір жағынан сіздің ақындық қабілетіңізді таныту болса, екінші жағынан біздің подкастымызға да ерекше бір реңк береді деп ойлаймын. Жалпы биылғы жылы біздің кенді өлкеміздің Қарағанды қаласының 90 жылдық мерейтойы. Осы мерейтойға өзімнің тартуым ретінде бір өлең шығарған болатынмын. Жалпы
Қарағанды студенттерінің қаласы деп жатады, Қарағанды сұр қала деп жатады кейбіреулер. Ал мен өз көзіммен Қарағандыны осылай көремін. Өткеніңе көз жүгіртіп жиемен, Карлақтағы тұтқындардай күйінем, тәттімбеттің күйіменен тамсанып, мұңға батам ақ қыздардың күйімен, өлең жырмен емделетін жараса, ақсұң қардың ақын болған баласа, қара өлеңнің қағбасына айналған Қарағанда ақындардың қаласа. Ән боп төккен аспаннан жаңбыра, Мейірханның әуелеткен ән жыра, сейіл құрған әніменен сейілдің Қарағанда бұқар жырау даңғыла. Қара алтынмен көмкерілген даласа, жанымызға дауа болған ауаса, көмірменен алмастырған өмірін Қарағанда кеншілердің қаласа. Асау болып көрінсе де ағысың Қарағанда, сен қазақтың бағысың, күмбірлетіп күйін төккен күйшілер алашым деп атой салған арысың. Өте керемет, қаламыңыз ұштала берсін. Сондай-ақ сізге шығармашылық табыс пен жемісті еңбек тілейміз. Көп рахмет.